Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін біз өзіміздің Каз подкаст бағдарламамызды жалғастырудамыз. Бүгін бізде қонақта Солтүстік Қазақстан облысынан ФХ Қуаныш Құттымбетұлы келіп тұр. Қош келдіңіз. Және СПК Досхан Байбатыр Қуанышбекті қош келдіңіздер. Кішігірім өз-өздеріңізден енді таныстырып, қандай шаруашылық боласыздар, қай жылдан бері осы ауыл шаруашылығында жұмыс жасап келе жатқан, өйткені солтүстіктің әдісін, тәсілін дегенде осы жайлы тоқтап кетсек, бірінші бастап айтсаңыздар. Енді өзіңіз бастаңыз. Менің де есімім Байбатыр Қуанышбек. Біз 96 жылы Солтүстік Қазақстан облысы Уәлиханов ауданына көшіп келдік, Қарашық деген ауылға. Сол жерге келгеннен бастап сонда өмір сүріп тұрып жатырмыз. Негізі шаруашылықты 2012 жылы бастадық. Шаруашылықты 12-де бастап, 16-да сол СПК және Досхан производственный кооперативті құрдық. Сонымен осы күнге дейін қазір істеп жатырмыз. СПК-да қанша адам қазір сізде СПК-нызда? Бізде қазір мүшеде 250 адам бар. 250 адам? 250. Оңай емес. Оңай емес, ол шаруашылықты құрдық, басында қиын болған. Қаншама түсініспеушіліктер болды. Және халықтар түсінбейді, кооперативке кіріп кеткеннен кейін біздің малымызды сіздер алып қоясыздар деген сондай. Әрине, онда ойлар пайда болады несі. Сосын жаңа әкімдермен, бәрімен сол жан-жақты әкімдермен, ауылдармен жиналыс ашып, барлығын егжей-тегжейлі түсіндіріп, сонымен қазіргі күнде жақсы дамып жатыр. Халық бәрі түсінді. Жаңағы Ақбастың бұқасына кеп қосып жатырмыз жыл сайын. Жаңағы әр ауылға 10 бұқадан, 8 бұқадан өзіміз сатып әкелеміз. Олар заявка береді ғой да? Қанша бұқа керек биылға деп? Біз енді мал санына сәйкес есептейміз бұқаны. База бойынша қарайсыздар? База бойынша, иә. Сосын өздеріңіз отырып есептеп? Бір міне ауылдарда 1000 сиыры болса, 1000 сиырға бізге биылғы жылға осынша бұқа керек. 40 бұқа керек, 50 бұқа керек деп соны сатып аламыз да. Соны ауылдарға қосамыз жыл сайын. Жылына 2 рет бұқаны сақтаймыз, ұстаймыз 2 жыл бұқаны. Сол 2 жыл сайын бұқаны жаңартып отырамыз, қанын ауыстырып. Ал мен мұнда мынандай сұрақты, менде мысалы жеке өзімнің ауылда тұрғынымын, бір 5-6 сиырмен сіздерге кіре аламын ба? Кіре аласыз. СПК-ға мүшелікке? СПК-ға кіреді, жаңа жылдың сол өзі көктем айы басталған кезде 4-ші айдың 15-нен бастап әкіммен барып жаңағы ауыл тұрғындарын жинап, жиналыс ашамыз. Протокол жасаймыз. Жыл сайын ба? Жыл сайын жасаймыз. Жаңағы оның ішінде де ерекшеліктер болып кетеді, СПК-да мүшеде болып тұрып, қайтып кететін адамдар болса, оны протокол жасап, жаңағы юстициядан шығарып тастаймыз. Мал саны кеміп қалу, оның бәрін реттеп отырамыз жыл сайын. Жыл сайын қарап, бағалап отырасыз. Түсінікті, енді әрине мұнда әр кісілердің бәріне түсіндірмелі жұмысын, бәріне айту оңай жұмыс емес, үлкен жұмыс жасап келесіздер. Енді бүгінгі таңда енді қаншалықты бұқа жылда алып отырмыз дедіңіз, 40-50 бұқа деп отырсыз. Оның бәрін сосын таратып бересіздер. Сол 4-ші айдың 15-і кезінде әр ауылға сол газелдерімізбен өзі бұқалар таратамыз да, күзде жаңағы 10-ші айдың ортасы сол кезде бұқалар жинап аламыз да, өзіміз жеке қоямыз. Өздеріңіз байлайсыздар? Келесі жылға дейін бұқалар дайындап, бапта қалпына келтіріп, бұқа енді арықтап келеді ғой енді. Жұмыс жасап келеді. Жұмыс жасап жүгіріп келгеннен кейін бұқа арықтайды, оны өзі қайрадан жемін беріп, қалпына келтіріп, 400-500 килограммдық салмақта қайрадан қосамыз 2-ші жылға. Енді қазіргі күнде міне халық тойлалып жатыр, ел бұқадан іш алады, қыста туады, көктемде енді бізде уже 600-700 сиыр жаңағы алдығанға кетеді. Қазіргі күнде міне осы кеше келердің алдарында подсостарын сойып жатыр Ақбастың бұзауларын. 130 килограммға дейін ет беріп жатыр, таза ет. Бұрынғы уақытта жаңа күрең сиырдың бұзаулары онда етті берген жоқ. Тапсырып бір жерге тапсырасыздар ма? Или етке өздеріңіз тапсырасыздар ма? Тапсырғанда жаңағы енді ана ауылдың жаңағы алып жүрген коммерсанттар болады ғой, ет алып жүрген жеті. Солар алып жатыр қазіргі күнде. Сонда жаңағы весаны көрдім, ана бұзау қанша шығады екен деп әдейі барып қарадым, сонда етпен 130 килограмм шықты. Қазір міне 9-ші айдың ортасы ғой, 10 ай болған жоқ. Түрі салмағы 260-300 килограмм болып тұр ғой, 8 айында сонда да подсос деп отысқандай. Біздің жақта енді солай мысалы. Менде болып жатыр қазір етте 160, мысалы 150 болып жатыр етте. 160-150 подсостарыңыз. Это тірі салмақпен ершейінде 300 килограммға жүріп кеп тұр. Әлі болған жоқ, енді 10-ші ай бар, 11-ші ай бар ғой. Әлі 2 айда уже тағы салмақ қосады деген сөз. Енді
жаңа бірінші айда екінші айда туғандарын беріп жатыр ғой. Иә. Солар енді жаңағы 130 килограмм. Әлі дәл шығар қарай 13 ай 11 ай жүретін болса 140, 150, 160-қа дейін барады жақсылар. Түсінікті. Ал Қуаныш мырза, енді өзіңіз туралы. Мен Валиев Қуаныш, Солтүстік Қазақстан облысы, Уәлихан ауданы өндіріс ауылында тұрамын. 15 жылы бастағанбыз қожалықты. 19 жылы сол ақбаспен айналысып келіп, сол ақбас алған. Мүшелікке кіріп, мүшелікке кіріп. Сол немде қожалығымда 70 шақты ақбасым бар. Төлдері төту жақсы. Енді мұнда солтүстікте айтады ғой, көйлер қысқа дайындық. Сіздер көктем шығасып, қысқа дайындалатын шығарсыздар. Енді бізде қыс қатты болады, қар көп болады. Иә, осы. Біз уже июньда бастап уже шөпке шыға береміз. Июньнан бастайсыздар? Маусым айында уже шөпке шығып, дайындап, мысалы қаз дайындап қойып отырмыз. Қашан тоқтайсыздар шөпті? Соңына дейін қар түскенше? Иә, мысалы міне осы айда уже тоқтап жатыр, өйткені уборка болып жатыр. Биылғы жаз жақсы, мысалы жаңбырлы болды. Жаңбырлы болды, иә, мысалы әлі жасыл, жұмсақ. Енді уборка басталғаннан кейін, егін несі жиналуы. Уже саломға көшіп жатырмыз, сосын жемді дайындап жатырмыз. Салома бар ғой, тағы салома, жем, түсінікті. Содан кейін міне қанша қар түскенше дейін тоқтамайсыздар ғой сонда. Қар түскенше дейін. Енді ақбастың бір жері суыққа төзімді, біздің жақтың несіне суыққа төзімді. 35 градус аязда. Это жақсы, жылы деп тұрасыз ғой, 35 деген, бүгін жылы екен дейсіз ғой. Үйреніп аласың. Жылы дейміз ғой. Иә, біз 20 болса уже жылы дейміз біз. Минус 20-да жып жылы дейсіздер ғой, бүгін ойнап шығуға болады деп. Біз енді сол шекарада тұрамыз, бізге кішкене жаңағы мал өтіп кету кішкене қиындығы бар. Бізге шекара 12 шақырым. Бізде жазды күні жайылым жерде жүреді ғой, сосын осы күзге қарай өзім мал сезінем, әйтеуір егін орнын алғаннан кейін сол жаққа қарай беттейді мал. Бұрылайды ғой. Иә, сол жаққа, содан шекарадан өтіп кетуі мүмкін, Ресей шекарасына. Әрине. Енді ол жақта болады, орыстардың жаңағы шекара қызметкерлері қамапсап, мысалы карантинға қою мүмкін. Заңды түрде осындай карантинға, оны пока қайтарам дегенше әлі біраз жүресіз. Иә, бір ай жүресіз, несін заявление жазасын, олар облысқа жібереді. Енді бір жері сол айналып, кәдімгі постпен барасың, документ немен кәдімгі өтесің да, сонда барып, құжатпен барып, сонда заявление жазып, мен бірінші неде жібереді, ескерту береді, сосын Қазақстанға келгеннен Қазақстан нені төлейсің? Штрафын? Иә, айыппұлыңды төлейсің. Айыппұлыңды. Қанша орташа айыппұл? Бір басқа егерде? Енді бізге 16 мың төлейді біріншіде. Біріншіде, сәтте. Екінші повтор болса, уже екі есе көбейеді. Екі есеге көбейеді, иә. Енді екіншіде кіргізбеуге тырысасың мысалы. Ал бір аптаның ішінде төлеп тастасаң 50% скидка деген жоқ па ондай? Каспийда болады ғой, штраф төлеп алған. Жоқ. Ол жерде сразу төлейсің. Сразу ма? Сразу, иә. Ол планшетпен келеді, ол жерде связь жоқ. Планшетпен келеді, данныйыңды алады да, сосын қайтадан ауыл жаққа келеміз де, связь бар жерге. Штрафты жазады, сосын төледі, квитанциясын көрсетесің, сосын барып ресейдікілер мысалы шығады. 50% жеңілдік деген жоқ дейсіз ғой. Енді анау Омбы Көкшетау трассасына жаңағы таможня тұр ғой, кеден. Соның где-то бір 8-9 километрі қоршаулыда, сосын тоқтап қалып тұр. Көрдіңіз ба? Жолдың бойында ғана қоршауы бар да? Ары қарай бір 30-40 шақты жер әлі қоршалмай отыр. Сол жерлерде кішкене қиындау болып тұр. Қиындау. Белгісіз дейсіз ғой, қай жерде шекараның бітуі, қай жерде... Белгісіз кіріп кетесің, штраф салатын ресейдікілер ұстап, сосын посттан өткізеді, докладын береді, қазақстандыққа қабылдайды, сосын штраф төлейсің, Ресейге кіре алмайсың 3 жылға, депортация дейсіз ғой, да? Оның еще нелері бар, заңсыз кіріп кеткені үшін. Ол екінші кірсен уже кәдімгідей уже неге бересіз? Сотталасың, иә. Ондай енді түсінікті, мен құрметті көрермен, енді көретіндей шекарада да өзінің қиыншылықтары бар. Мұнда шекараның барлығы қоршаулы емес, енді
Шамы келгенше өзіміз енді жіппен, қаппен, үркіткендей байлап қоямыз мысалы ағаштарға. Дұрыс қой енді мынандай айыппұл төлеп отқаннан гөрі енді малды өйткені білмейсіз ғой түнде өтіп кетуі мүмкін қай уақытта Иә. Аяқты мал болғаннан олар түсінбейді ғой. Сол аяқты мал болғаннан мында әсіресе жылқылар шығар, жылқы. Ой, жылқылар бір түнде 60-70 шақырым. Бір түнде емес, бір 20 минуттың ішінде мысалы тоже жылқы ұстаймын, 20 минуттың ішінде Ресейде тұрады күзді күні. Оны қамауға тоже нетесін құлын ұстап кетеді салқын. Иә, міне осы мұндай же ол қамаулы тұрғаннан кейін Ресей Федерация өтіп кеткеннен кейін ол қамауда тұрады. Ол қамау біреу жанаши ма дегендей, жем шөбін бере ма дегендей. Бұнда келісім өзіңіз мысалы келісіп отыратын шығарсыздар ғой. Енді кейбір нелер болады, жақсы нелер орыстардың ішінде. Олар кормдан көмектесіп береді, анда барып жайлайсың. Малға жанаши дейсіз ғой, иә. Барып жайлайсың, мысалы где-то бір айға жақын уже неткеннен кейін енді өзін анаған көмектескеннен тоже бірдеме тастап кетуге кетесің ғой. Қарым-қатынас көршімен дұрыс болсын дегендей. Кейбір нелер болады, хозяйстволар, соларға жаңа шекарашылар сөйлесіп қаматады ғой. А олар ештеме бермейді, өзіне сатып алып келесің де өзің беріп отырасың. А кейде ана жерге кіргіз хозяйстволар жаңа кіргізбейді орыстар көбінесе. Өзім орысша сөйлеуге да немін. Орысша қиындау деп отырсыз. Мен мысалы ешқашан да нетпеуші едім. Солтүстік Қазақстан облысынан келіп қалған кісі орысша білмеймін деп айтқан кезде. Бізде ауылда енді орыс тұрмаған. Орыс тұрмаған. Мектепте де орысша оқымадық, білмеймін неге екен. Қызықты сәттерде мысалы мен енді Алматы қаласы болған тумасы болғаннан кейін біз оңтүстік жақта егер де естейтін болсақ солтүстіктен келіп тұр міне қонағымыз осындай кісі деп бірақ орысша білмейді қазақша сөйлеу керек десе таңғалатын едім негізінде. Қазақ ауылдар бар ғой. Иә, әрине сол көрсетіп соны сіздерді шақырып айтайық деп көрсетіп көпшілікке мәлімет болсын деп отқанымыз ғой. Енді айтылсын көрсін, мында да міне өзіміздің қазақи ауылдары ішінде орысша білмейтін кісілер де бар. Бірақ жаңа айтып отқандай сіздерге енді кейде Омбыға барып қайту жақындаушы Астанаға келгеннен гөрі. Омбы енді 130 шақырым маған Омбы. Омбыға енді жиі барып тұрамыз. Петропавлға 450 ма, 460 километр. Көкшетау сонда? Көкшетау 300 шақырым ғой. 300 бірдеме шақырым. Астананы сұрамай қойдық онда. Әрине енді Омбыға 130 шақырым болғаннан кейін барып сол жерден заттарды да жақын. Сіздерде барып тұрасыздар ма сол Омбыға? Бізде барып тұрамыз арасында, көбіне Астанаға. Көбіне Астанаға. Енді Степногормен төс-төсінен жүреміз біз. Полевой жолдармен дейсіз. 120 шақырым полевой жол. Иә. Кішкене жақындау. Ағайын туыстың бәрі осы Астана жақта болғаннан кейін осы жақпен жүреміз көбіне. Түсінікті. Сіздер енді қысқа қанша мына қазір өзіңіздің жеке қанша рулон шөп дайындайсыз қысқа? Мен шөп дайындадым, 900 рулон дайындадым. 900 рулон? Иә. 70 мал бас, ірі қара мал басқа? 70 ірі қара мал басқа. Оның мұз қалатын, бұзаулары қалады. Соған дайындадым. Сосын где-то бір 60 тоннадай сұлы дайындап қойдым. Енді бір КамАЗ прицебімен ешімен ала жатса. Жақсы бұйыртсын, енді ала жатса. Енді дегенмен айтайын дегенмен бұның 1000 рулонға былай айтып отырса, 70 бас ірі қара мал басқа. Оны жаздай рулон дайындап қысқа дайындық қана да. Соның бәрі таусыла ма? Енді егер жем жағы болса қалу мүмкін. Жем жағы қалу мүмкін? Иә. Ал нені шөпті біз запаспен дайындаймыз, өйткені былтыр алдың жыл шөп болмаған, вообще шөп болмаған. Примерно 1,5-2 жылға деп да? Иә, біз дайындап қоямыз, иә. Совет одағында сол болды ғой, дайындағанда 1,5-2 жылға дегенде дайындықты жасайтындай. Иә, но сабанды да солай, 1,5 чук солай дайындап қоямыз. Былтыр алдыңғы жылдар егін онша болмады, сабан да болмады, көрдіңіз ба? Сол кезде алдыңғы жылғы сабандарды қолдандық соны. Мықты. Сонда орташа сіз есептедіңіз бе? Қанша примерно мал басын экономикасын плюс-минусы жаңағыдай, егерде рулон шөпті осындай кетті. Ол шығын ғой енді, мен өткен түсініп отырмын. Примерно орташа бағасын алсақ, сіздерде рулон бір бағасы қаншадан болып отыр нарықта? Биыл 7000-нан болды. 7000-нан да? Оның кейде бағасы 15000-ға дейін кеткен кездер болды. Былтыр болды солай, иә. 15000-нан? 15-20 мың болды. 15000-нан өзіміз сатып алдық Павлодардан. Павлодардан. КамАЗбен әкеледі, 15000-нан біз сатып алдық. Міне. Сонда бір мені 1000 рулонды 15 миллион
уже есептегенде қанша болып тұр? Сол ғой осы экономикасы есептелсін деп дегенде, өйткені біз енді бұнда кішігірім айтайық дегеніміз, что субсидия беріліп жатыр, бүйтіп жатыр деген, оның қазір бағасын егер есептейтін болсақ, ешқандай неге шығып отқан жоқ көмек жағы. Өйткені оның бағасы да өзгеріссіз. Кезінде біз аналитика жасаған едік, 20 мың болған, сосын 15 мыңға түсірді, ол түсті дегенде. Ақбасқа сабан мен жемің болса, шөп керек жоқ ау дейміз. Бұзауға ғана мен 3 жыл шөпсіз шықтым. 3 жыл 1 грамм шөпсіз шықтым. Рисковый адам екенсіз. Жоқ, өйткені шөп болмады. Болмады да? Енді басқа несін... Саломамен дейсіз ғой, салома? Саломды жинадым жақсылап, сосын жем әкелдім. Жемді тоже Ресей қаласынан, Омбы қаласынан сол жақтан әкелдім. 90-100 тоннадай сол алып келдім. Керемет. Ал төлдеді ғой тағы да? Ол 3 жыл мысалы аналық бастадыңыз, ол төл берді да? Төл берді. Сол бұзауға ғана жаңағы жақсы шөптен алып қоям, деді бір 100 тюк па, от солай алып қоям сондай. Бұзауларға ғана, Ал неміз енді төту жақсы шықты сиырларымыз, күйі бәрі қалай кірді, мысалы неден. Содан бастап көктемге дейін жақсы шықты. Күйін лақтырып, болған жоқ па? Көтереді. Ақбастар күйін лақтырмайды. Ол біздің жақтың несі. Қалай кірсе, қалай жем шөп бердіңіз, күйін солай сақтап тұрады. Енді жем шөбі нашар болса, онда күйін лақтырып жібереді. Онда жаңа арақтап құйымшағы шығып қалады. Формасынан кетіп қалады ғой. Формасынан кетірмеу үшін жаңағы 2 уақ жемін, сосын 2 уақ шөбін бәрін суарып болсаңыз, ақбас 30 градуста да 40 градуста да жаңағы сабанды төсеп тастасаңыз, соның үстінде жата береді, сол далада да бұзаулайды, сосын кіргізе саласып бетті. Мықтылығы сол. Астына несін жақсы төсесін, подстилкасын жақсылап төсеп сол. Енді бізде 5000 қара мал ұстады ауылда, сол кісілер енді әкей ұстады мақым, сосын зоотехник болған сол кісілерден былай сұрайым. Сонда сол жаңағы пастерін жақсы ұстасын дейді, ақбасын қыстан бұлқ етпей шығады. Қазақта мақал бар ғой, сиыр астынан жылқы жанынан кетеді дегендей ғой, сол асты жағын дұрыстап қойсаңыз болды деп отыр ғой, жылы келіп тұрса. Мен нетпеппін оны, жаңа пастиль салғанда ол кісі айтып отыр, енді сабанды үйесін, сосын бір неден кейін ыстық су құйып жүру керек екен. Ол сосын қызиды да, бу беріп тұрады, жылу беріп тұрады да. Сөйтіп, соны маған тоже ол айтып жатады. Ол кісі зоотехник болып істеген, сол бізде 10 жылда жаңа. Қыста қалай оны ыстықты құйғаннан кейін мұз болып қалмай ма? Жоқ, асты қызиды екен оны. Қызиды ма? Қалың болса қызиды деп тұр ғой. Примерно жарты метр, 1 метр болса. Ол қыста беріп ыстық суды құю керек болып тұр ғой да? Қыста именно дәл. Мен енді сол жаңа бір жыл сол баз бітпей қап ұстағанда, тоже далада ұстадым ғой. Соны жаңа пастельді үлкен қып салдым. Түнде шығып қарайсың, қарағанда уже жемге бәріне тойып алған малдар жаңа пастельдің үстінде бәрі жатыр ғой, бәрі. Соның үстінде ғана. Баяғыдан бала кезімізде үйде бала көп болды, бір-бірімізге жылы жатасың, сол секілді бәрі жатыр ғой. Жылы дейсіз ғой, бір-біріне жылы. Бұл шығып атады үстерінен, керемет көрініс екен. 35 градус аяздар болып тұрады, боранмен, желмен. Боранда болып тұра ма? Бізде енді соңғы 2 жыл, 3 жыл қуаншылық болды ғой. Солтүстік Қазақстанға бізге де кармаға субсидия төленді. Бір басқа 35 мың теңгеден. Ол берден сол өте бізге жеңілдік болды. Жаңа біз енді мың рулонды жартысы 50% дайындап, шөптеріміз өзім дайындап алдық өзі. Бірақ та бізге жаңағы субсидия төленді. Ол жағынан жаңағы. Содан қоя Павлодардан алып келіп отқан шөпті дегенде. Жетпей қалған енді сатып алдық қой. Бірақ шамамыз келген өзіміз дайындадық енді шөптің бәрін. Шөпті Ресейден алып келген болған жоқ па? Ресейден оның ол вообще қымбатқа түсіп кетеді. Шығыны көп. Ол өйткені рулон бір КамАЗға сияды, мысалы 30 ғана сияды. 30 әкелген уже ол где-то бір 35 мыңға шығып кетеді, мысалы 40 мыңға шығып кетеді. Документіне ақша. Құжаты бар, сол құжаттарын дайындау керек, турлау керек, дұрыстау керек. Оның ал бидаймен де қалай қазір не қойып тастады ғой бізде. Тиым салып тастады да, бидайға кіргізуге болмайды дегендей Қазақстанға. Бірақ басқа дәнді дақылдар кіріп отыр ғой. Енді сұлы, ешмен кіргізуге болады. Бірақ та қазір біздің жақта енді өзіміздің өнім бар дейсіз ғой, толық да, сол себепті Қазақстан жеткілікті болып тұр. Биыл, Пока ондай кіріп жатқан жоқ. Лишне
шығын дейсіз ғой, КамАЗ тасу құжаттары бар, оны бәрі түсінетін бар, түсінбейтін бар, құжаттарын дайындау керек, оны бар печатницасын, несін тосу керек, несін бәрін жаңа неден шекарадан өткен кезде. Қиыншылықтар бар ғой онда. Жай кіргізбейді оның бәрін. Құжат жүзінде кіреді. Ал қазір сіздерде аналық басқа сіздерде қанша шөп дайындап отырсыздар тоже? СПК-да қалай ол ұйымдастырылған? СПК-да халық енді өз малына өзі дайындайды енді. Өзі дайындайды? Халық өз малын өзі дайындайды. Енді жаңа біздің өз көмектесеміз жаңа техникамен. Жаңа кейбір адамдар бар енді, шабаншал ағай. Оларға шөбін әкеп береміз, көмектесеміз. Иә. Біз енді жай бұқаны қосып беріп отырмыз. Ол кісілер төлін алып отыр. Жаңағындай біз көктем айы шыққанда 4-ші айдың 15-нен бастап еркек бұзаулардың бәрін кескізіп тастаймыз. Өйткені ана бұқаға секіріп тастамасын деп. Иә, өйткені күзде бұзау өзі ұрғашылары жақсы болып өседі ғой. Сол кезде ана бұзауларға қумағандай. Иә, қумап. Бұқаға да жаңа бөгет жасамағандай. Иә. Сол кесеміз, сонымен уже... Кескенде қалай кесесіздер? Сырға тағасыз ба, әлде механический путем прям ветврачты шақырып? Ветврач шақырамыз, жаңағы ауылдардың бәріне. Ветврач шақырып, ветврач өзі жүреді, жаңағы кастрациясын жасайды. Жасайды бәріне, иә. Ал енді бұлай, егер өздері жаңағы резинке бар ғой. Иә, мен өзім қолданғам соны. Біз өзім ана туыстарымыз бар. Өздерде жаңағы өздері резинкесі бар, резинкені жаңағы кигізіп тастайды. 1-2 күнде түсіп қалады. Иә. Қыстың күні тем более шіріп, не еріп кетпейді. Сосын уже жаңағы 5-ші айға шыққанша уже бұзау өгіз болып тұрады ғой. Өгіз болып ұрғашы болып жаңағы салмақта береді, майда жинайды, ақбас. Иә. Жүгіріп, қуалап дегенде онда ештеңкесі болмайды, тек қана жүріп жатыр. Енді бірінші білгеніміз жоқ қой. Жаңағы подсостар өсіп кеткеннен кейін 300 килограмм, 200 килограмм уже бұқа болады. Иә. Сосын ана ұрғашы бұзауларды қуып тастайды, өлтіріп тастайды. Иә. Примерно табын бізде 600-700 сиыр болса, соның ішінде бір 70-80 бұзау бұқа болып шыға келеді ғой жаңағы еркектер бұзаулар. Содан біз бір көрдік те, айттық екінші жылы жаңа еркек бұзаудың бәрін пішу керек. Резинке салатын резинке салу керек. Табынға қоспаймыз. Өйткені ертең халықтан жаңағы сөз болады. Мен бұзауымды өлтіріп тастады міне. Иә. Қиыншылыққа жады, малды баққан кезінде де ол қашып, анда кетеді, мұнда кетеді, бәрін жинап отыру керек. Біз жақта енді жер жеткілікті, жайылым бар, шөпте бәрі оңды. Ал бір табын 600 бас дейсіз бе? 600 бас. Бір сондай қанша кісі бағады оны? 2 бақташыдан бағады ғой. 2 бақташыдан 600 басты? 600 басты. Оңай емес. Далада ғой мал. Иә. Аптасында жаңағы мал құрттаса, көз ауырса, қамаймыз, емдейміз. Сосын қайрадан жайылымға шығарып береміз, солай ғой біздің жақта. Ол жайылымда жүреді, кешке қайтарып келіп, ондай жоқ қой. Бізде жаңағы ауылда бір 70-80 сиырды, жаңағы сауын сиырлар бар. Иә. Оларды бақташылар бөлек бағады. Жаңағы подсос, жаңағы тайынша сиырлар, олар енді жайылымға өріске кетеді де, енді түсініп отырмын да. Күзде бірақ, сосын күзде жаңағы 11-ші айда уже қар түсіп, күн суытады ғой, қара суық түскен кезде. Сол кезде жинастырамыз да, жаңағы әр иесіге өзі жаңағы 50 сиырын, 60 сиырын бәрі уже бөліп әкетеді малдар. Мен өткені ойлап отырдым ғой, таңертең шығаратын, кешке қарай келеді, сондай емес екен ғой. Сіздерді алып кетті, жайлау өріске. Иә, 2 табын бол, мысалы, жаңағы ауылдың подсос ұстайтында тайшалар бар, оларды жеке алып кетеді, жаңағы бағат неде, жайылымда. Ал сауатын сиырларды жеке бақташы болады, ол таңертең шығарып, кешке әкеліп қамап жүреді. Мұнда енді әлемдік проблема бар ғой, бақташымен қалай сіздерде? Қазіргі күнде енді Аллаға шүкір бар, бақташы бар. Бақташы бар. Қиындау, но өйткені қазір түкір жақ Қазақстанның енді барлық жерінде бұл енді тек қана Қазақстанда ғана емес бұл проблема. Бұл әлемде проблема. Бақташымен дегенде. Сол себептен де шетелдегі кісілер қоршауға өтті. Қоршау әдісімен жаңағыдай, өйткені бақташының проблемасын шешу керек қой, малды енді нете жасамайсыз. Бірақ сіздер енді солтүстікте көп егін егеді дұрыс па? Ол біреудің полиясына кіріп кетпеу керек, бітпеу керек деген секілді. Оның несі бар, штрафы бар ол. Біздікі жақын жүреді енді. Жақын жүре ма? Міне, ол бір үйленіп алады, ол қайта барады деген. Бірақ қоршау істеп атқан жігіттер бар қазір. Жаңағы 400 гектарды қоршап, 300 гектарды қоршап атқандар бар. Мүмкін енді келешекте мүмкін соған көшуге де қоршауға. Өйткені былай есептесеңіз, жаңағы бақташыға төлеген ақшамен қоршаудың ақшасын есептесеңіз бірдей сияқылды. Бірақ қоршаудың жаңағы сыммен қоршап, жаңағы қоршап тастадыңыз.
қарап отырсаңыз негізі ол тиімді сияқты. Былай есептеп көрсең бәрі. Экономикасын есептеген кезде. Иә, жылына сен енді бақташының өзіне бір 1,5 миллион теңге ақша төлейтін болсаң жалақы. Жаңа қоршайтынды уже бір 2-2,5 миллион теңгеге әкеп, уже жыл сайын қолыңда ғой өзі. Аккумулятормен зарядкасын бердің. Оның бәрін зерттеп көрдік біз уже. Көрдіңіздер ма? Мен 2018 алып құрып қойғам сондай. 2018 қолданып отырсыз ба? Омбы облысынан. Осы былтыр алдыңғы жылы қолданған жоқпын, содан қолдана алмай қалдым. Өйткені жауы не болған жоқ қой, тақыр болып қалды да. Сосын мен жинап сатым да қойып қойдым оны. Енді биылға алуын алып қойдық, бірақ әлі құрған жоқпыз оны. Электропостук қой сіздікі. Біз мұнан біреу бар периметрмен, уже шарнирный сеткамен бір рез қоршайды, а ішінде уже электропостукпен бөліп. Өйткені ана шөптің қазір білесіз бір жерде таптап тастамасын, ақырын шығарып тастамасын дегенде ротация жасайды, бір жерден екінші жерге ауыстырып, екінші жағын шөбі шығып отырады. Оның өзінің несі бар ғой, ана нелер научный доказательство, что шөптің несі түсіп кетпеу керек, ол өсіп шығады тағы да дегендей. Енді сонда, Алланың несі ғой, биыл мысалы өспеген шөпті өсірді ғой, мысалы биыл. Биыл деген қайта ағыл-тегіл болып кетті, мысалы. Алдыңғы, одан алдыңғы жылдары жауын шамалы болды, вообще өшкен жоқ, инені тауып аласың. Жерден инені тауып аласың. Сондай бізде болды жерлер. Тақыр болып кетті. Тақыр болып кетті. Ал биыл қазір көбі ойлайтын енді мына жерге шөп шықпайды енді, бітті енді деп. Ал міне биыл Алланың несімен әйтеуір. Биыл орған шөпті биыл. Шүкір дейсіз ғой биыл. Биыл шүкір. Иә, әлі де енді шауып отыр дейсіз, енді содан белгілі ғой. Енді келесі жылға да, арғы жылға да запас дайындап қояйын деп отыр ғой кейбіреулер, қазір шамасы жеткен адамдар. Енді 2-3 рет ұрынғаннан кейін, неге 2-3 рет ауыз күйгеннен кейін үрлеп ішеді дейді ғой, сол секілді ғой енді. Ол ана преске орап тастағаннан кейін нығыздалады ғой шөп. Ол уже шірімейді, сақталып тұрады, көрдіңіз бе? Сол келесі жылға да ол жарап кетеді. Ал мында тағы тоқтасақ, жаңа Ақбастың өзінің ерекшеліктері, жаңа -35-те қаншалық ең минус ауа температура қандай уақыт болды сіздерде? Есіңізде болса. 40-50 болды ғой. Иә, 50-48 болды. 48-50. Анау несі бар ғой, телефонда ощущается желімен бірге қосқанда. Енді мен дәп нете тұрамын ғой шекарада. Постоянно соткада нені қарап отырмын, жаңа ощущенияны. Өйткені мен басым бәрі ауылымнан 4 шақырым ары қарай. Міне біздің көрерменге түсіндіріп айтып кетейін, өйткені бізді көбісі үйреніп қалғандар бар, ана температураны қарайды, ол бір. Бірақ желді қосқан кезде ощущается как дегені, соны қарап отырамыз. Мен оны мысалы оңтүстікте болған кезде ондай мән бермейтінмін. Қазір енді нақты соны қарап отырасың. Өйткені ана температураны көрсеткен, ол бір тұрақты жел жоқ жерде мынандай температура -40 деген. Бірақ жел соққан кезде ол -50-ге дейін барады да, сол ощущается как дегені. Яғни болады кейде сол нелердің сиырлардың құлағы үсіген, сиырықтар үсіп кеткен. Төлде отқан кезінде ғой, төл түскен кезде да. Ол төл түскенде де болады, төл түспегенде жаңағындай 50-48 болады ғой, сол кезде де болады. Енді ол былай білінбей нетеді да, жазға қарай күн ыстықта білінеді, ана құлақтарын жандары бүйтіп как будто кесіп алып тастаған секілді болып солай болып қалады. Барецтер құсап тұра ма? Далада біз аулақ қалатын болады. Енді оны нетіп отырсың ғой, қарап отырамыз біз мысалы 2-3 сағат сайын мысалы машинамен барып қарап отырамыз. Төлдеу науқан қай кезде сіздерге? Бірінші айда ғой же. Бірінші айда ма? Екінші айда, иә. Бірінші, екінші ай. Бірінші айда уже. Өйткені керемет кеп тұр ғой, иә, сонда қазір атион болған кезде, енесінен бөліп алған кезде, сол салмақтары 300-ге деп отқанда. Ол негіз бірінші, екінші айда бұзаулар төзімді мықты болады. Да? Өзіңіздің жеке көріп қарап отқаныңыз ба? Өзім неміне қарағанда. Өйткені апрель-мартта да бұзаулағандар болды, бірақ та аналарға несі жетпейді. Иә, жетпейді несі. Аналар суыққа төзімді болады. Енді ауа райы бірде жылып кетеді, бірде суып кетеді ғой. Сол жерлерде кішкене де анау суықта туған ол жаңағы жылынды, суықты да уже нете береді. Төзімді болады, иә? Төзімді болады. Міне осындай өзіңіздің көріп апрельдікінен гөрі, міне бірінші, екінші айдікі жақсы. Көбінесе енді өзіңіз турвателға тырысасыз ма? Бір мезгілде, сол 1-2 айдың ішінде туып тастайсыз? Иә, бір айда сондайға нетеміз. Бір айда бәрі туып болғанда. Қай кезде бұқа қосасыздар сонда? Мен так смарт.
апрельге қарай қосамын. Апрельде қосасыз да, 1-2 ай ғана ұстайсыз да, сосын бөліп тастайсыз ба? Иә, чтобы сосын нетіп тастамайтын. Созылып кетпегендей бөліп тастаймыз. Ал төлдеу пайыздық мөлшерінде примерно қанша пайызды алып отқан? Енді ақбастағаннан кейін, жаңа неткеннен кейін бір бастыда неткізіп алмай Иә, енді сіз бәрін тырысасыз ғой, өйткені шығын ғой, енді доход қой сол. Соған нетіп алуға тырысасың. Ұйықтамайсың, соны күзетіп, соны нетіп, Аллаға шүкір. Соның артынан қарап жүрсіз. Иә, соның артынан қарап, жақсы не алып жатырмыз. Есептеп бәрі нормально тауып шүкір, иә. Шүкірлік. Соңғы міне ақбаспен нетіп жатқанымызға бір 3 жыл ғой, міне. Бізге жұмыс істеп жатқанымызға 3 жыл. Жаңағы өзі қорымын бәрін, жемін бәрін берсек, ол жақсы төлдеп береді. Қанын алып отырамыз уақытында. Кейде болып қалады. Теріс келіп қалатын жағдайлар болады. Сондай болады. Иә, ол енді теріс түскен кезі енді түсінікті оны. А так былай төлдеу жақсы. Төлдеу жақсы. Отел, легкость отелы дегенде, значит, помогать, қосымша көмектесіп. Бір-екеуінде болады осылай. Бір-екеуінде. Өздері біз аулап, өздеріңіз. Қазір өзі дамыған не ғой, камера қоямыз, көрдіңіз ба? Қарап отамыз, сосын жаңағыдай күшті суықтарда барып, соның басында кішкене болсын, етіп жүреміз, араласып өтіп. Мынандай не бар да, өзі малдың басына жүрген кезде, именно боран кезде туады ғой. Иә, сондай ма? Иә, боран кезде, аяз кезде. Боран, аяз кезінде осы, именно сондай кезде төлей бастайды. Дегенде, солтүстік Қазақстанда 3 күн аяз болды ғой. Жаңа 48-50-ге дейін барды, ана жылқылар біздің ағып Павлодарға дейін өтіп кетті ғой. Ана 3 күн аязда ең жылқы міне көрдіңіз бе, шыдамай ықтап кетті. Сондай уақыттарда өз мал негізі төлдейді екен ғой. Мен сондай бір несі бар да, ерекшелігі. Мұнда аяз, боран өзің жаурап нетіп отқан да, бірақ білесің де, бүгін төлдейін деп отқан уақыты ғой деп, барып қора жақта жүресіз. Ауылда сол кезінде неде сақ болғанда Ақбаста малдас дегендер бар. Сол жігіттер айтады, мен нете қоймайтын, сене қоймайтын. Олар айтады, далада аязда сиыр бұзаулап қалады далада. Енді келсек тоңып қалған әлгі сиыр. Базының ішіне кіргізесің дейді. Сосын жаңағы поселка қайта. Соның қазасын да көміп тастайсың дейді бұзауды. Мә, сондай әдісі дейсіз. Сосын 1-2 сағаттан келіп нетсең, әлгі бұзау жүгіріп жүреді дейді. Ана асты қызып тұрады екен ғой. Жып-жылы, жылынып беріп. Иә, ана бұзауды соның астына салып жібереді, ана бұзау сонымен денесін бәрін жылтып нетіп алады екен. Содан ойнап жүгіріп жүреді екен. Бір рет солай істеп көрдім. Өзіңіз де істеп көрдіңіз? Солай болды ма? Иә, солай болды. Енді далада тоңып қапты бір немен. Дұға болып, сонымен кеш шығып қалғанбыз, золақ қалған ғой. Келсек тоңып нетіп жатыр екен. Сосын жай соны бір көрейін деп кірдім да, қашып ананшы кәдімгі қызып тұр ғой ненің поселкасы. Салып қойдым, басын шығарып қойдым да, жауып тастадым. Басы ғана шығып тұр. Иә. Соны біраз жүрдім енді қарап нетіп. Сосын жаңа бұзауға жылу келді бастады ма, мөңірей бастады. Сонымен кішкене аяқтанып тұрды уже, керіліп нетіп. Оны үсіп қалды, ондай болмады. Енді құлақтары енді. Құлақ құйрық түсіп болды, атақ қалған бәрі. Жақсы болды. Жаңа айтып отқанда енді 300 килограммға дейін тірі салмағы төліңіз. Бірінші айда осындай нелермен, төзімділігімен. Енді сізде жоспарларыңыз бойынша бар ма, бірақ қандай аналық басты жеткізіп, осымен келешекке дегендей? Енді Алла амандық болса, міне қазір биылғы жыл өзі Ақбаспен 3-4 жыл болды айналысып жатқанымызға қазір. Қазір 100 басқа жеткіздік, Ақбасты, тек Ақбасты. Биыліне баз салдық өзіміз. Ауылдың шетіне 65 метр баз, ұзындығы, бұлайынан 12 метр. Загон 100 метр үлкендігі. Екі жаққа бөлдік, сол шөп бәрін сол жерге дайындап жатырмыз. Алла амандық болса, тағы да жоспарда сол көтеруге. Көтеріп? Сол ауылда жұмыс болғандай бізге. Енді тағы 1-2 жылда Алла амандық болса, бәрі жағдай дұрыс болып жатса, тағы бір бас қосамыз жоспар бойынша. Сол тағы да малды көбейтеміз. Сол елдегі азаматтарға да жұмыс болады ғой. Иә, әрине. Қазір енді біздің өзімізде 4-5 адам істеп жатыр жұмыс қазір. Шөп, шөп дайындап жатырмыз. Мал бағатын жігіттері бар. Енді қысқаға да аламыз өзімізге. Қысқаға да базаға. Көбейтеміз Алла. Мысалы сіздерде ауылда қалай көшіп отқандар ма, әлі келіп отқандар? Бізде енді Чимкенттен көшіп келгендер болған. 3 семья келген.
үш семьядай. Ауыл дегенмен енді мал ғой енді. Жұмыс деген бірінші беретін енді малмен ғана. Мал егін бізде. Болды. Басқа ешқандай не жоқ. Енді мектеп қой, мектеп бар. Мектеп мұғалімдері жаңағы сол кісілер жұмыс жасайды, балаларға сабақ береді. Енді ауылды негізі қазақи ауыл сақтап қалу керек қой, көшірмей. Иә. Егер жаңағыдай сырттан адамдар келсе, жаңа үй берсек, жұмыс берсек, жаңа Астана төңірегінде қаншама халық адамдар жүр. Иә. Жаңа 5 баласы бар, 6 баласы бар осы Астанада міне. Сондай адамдарды іздеп апару жағын тырысамыз міне. Біздің ауылға келіңіз, осылай жұмыс берейік. Үй береміз. Жалақы берейік деп. Сондай сіздер өздеріңіз не етіп ғой да? Иә. Қазір мен жалақы бізде 200 мың теңге. Міне. Қазір мен осы күнде 200 мың бір адамға. Менде мұнда енді рұқсат болса бір мынандай сұрақ, жаңа 600 басты бағып отқан бақташылар қанша алады? 600 басты қазіргі күнде былай болып тұр. Бір бас санына ма? Бір басқа олар солай есептеді нетті. Атак оларға былай жаңа 300 мың теңге зарплата аласың, 400 мың теңге аласың деген жоқ. Жаңағы бақташы табу қиын болды да. Иә. Ол кісілер жаңағы біз ауыл сиырға 2,5 мың теңгеден алады. Міне сондай мен, иә. Сөйтіп бөліп тастаған. Енді ол кісілерге біз енді ақшасын санамаймыз енді. Малымызды бағып, аман алдырып, күзге қарай берсе болды, иә. Әрине мұнда сақтап, анандай неге егінге кіріп кетпесе, біреу штрафын салмаса. Егін ғой айнала. Сол ғой, сол мен соған. Егініне түсіп кетсе, ол кісілер ренжиді, мал кіріп кетті біздің егінге деп. Иә. Ол кісілерге де қатты айтуға болмайды. Ол кісілер мал тастап кетсе, жаңағы 600 басты кім бағады? Сол ғой. Сондықтан жаңағы сіздердікі дұрыс. Иә. Енді халық ел ақшасын беріп, баққызып, ол кісілер де жаңағы малдан төлден алып отыр ғой. Енді бір халықтың ақшасын есептемейміз ғой. Иә. Жаңа өзіңіз айтып отқандай 130 килограмм шыққанда уже белгілі ғой. Иә. Бірімен 2000 теңгеден берсе, нәтижесі бар дегендей ғой. 2000 теңгеден беріп атса, былай айтқанда 260 мың теңге екен бір подсос. Міне. 260 мың теңге. Ал 10 подсос тапсырса, уже белгілі ар жағында, көрдіңіз бе? Иә. Ал жаңа оның бәрі мына жаңағы ақбас бұқаның уже несі? Еттің салмағы жаңағы асыл тұқымдаларында болып тұр. Нәтижесі ғой, селекциялық жұмыстың, иә. Соның оң нәтижесін көріп отырсыздар ғой да, мысалы салыстырған кезде жаңа 2012-де бастадым дейсіз, енді қазіргі мен көріп отырмыз ғой, қазір уже көріп отырмыз. Нәтиже жақсы көріп. Жер мен көктей ғой. Баяғыда ақбастан бөлек ана күрең бұқалар болды ғой. Иә. Олардың бұзаулары келесі жылы барып жаңағы 150-160 килограмм ет беруі мүмкін келесі жылы. А мынау уже 8 айында 130 килограмм ет беріп отыр. Міне, енді мұнда құрметті көрермендерге түсіндіріп айта кетейік, барлығы солтүстік Қазақстан облысының ол жерде де жазға көктем шыққан кезде науқанға сіздер жаңа апрель уақытында деп отырсыз ғой да, сол шығатыны. Көктің кіретін уақыты сол октябрь, ноябрь ғой, қар түскен кезге. Қараша кезінде жүреді ғой. Желтоқсанға дейін жүреді кейде. Кейде ерте кіріп кетеді, кейде июньда бірақ шығады дейсіз ғой, майда. Осы қазан айының 15-і қар жауған уже бізде. 12-ші жылы. 12-ші жылы? Иә. Міне, сонымен енді тәжірибесін мына қандай кейбіреулер ойлайды ғой, солтүстікте мынау малдың мынандай салмақтары жақсы екен дегендей. Бұл тек қана сол жаңа жем шөп беріп, соның арқасында 6 айда бойы кішкене ерекшеліктерін салыстырып түрінде айтып отқаным ғой. Қораға кіреді сіздерде 6 айдай қорада, қолда ұстап бағасыздар, қағасыздар. Сосын бірақ нәтижесін аласыздар дегендей. Ал біздің енді уақыты подкастының соңында қалды. Көп рахмет сіздерге, келгендеріңізге, уақытты бөліп, нәтижелері, тәжірибелеріңізбен бөлісіп отқаныңызға, жаңада айтып отқан подстилка, бұл да бір ерекшеліктері ғой. Бұл туралы көбісі мысалы кейде сіз айттыңыз ғой, бір кезіндегі кісілерден естіп едім, солардан енді мұнда бөлісіп, басқа кісілерге де айтысып, бөлісіп дегендей. Жаңа қоршаудың да тәжірибесі, ол да жаңа бүкіл әлемдік проблема болып отқаннан кейін, бақташы не жоқ болып отқаннан кейін қоршау әдісіне кірісіп отыр. Сіздерге көп рахмет келіп, ал құрметті көрермендер, сау болыңыздар, саламатты болыңыздар. Рахмет.